19-да 5-ші есеп үйге берген тапсырма балалар. Ертеңгі білім алға жүктейтіндеріңізде, Эдумаркке жүктейтін тапсырмаларыңыздың екеуін көрсетейін. 19-да 5-ші есепте x-тің қандай мәнінде функцияның мәні нөлге тең дейді. Біріншісі y тең 12x қосу 18 функциясы берілген. Осы функциядан x-тің орнына қандай сан қойсақ, функцияның мәні нөлге тең болады деп тұр. Есептің мақсатында біз ол үшін былай шығарамыз. Сан беріп тұрмаймыз ғой, қандай сан нөлге айланғанша бірнеше сан береміз ғой. Сондықтан оны былай табамыз. 12x қосу 18 тең 0 деп аламыз. Мына y-тің орнына 0 қойдық деген сөз. Енді 12x тең минус 18-ден плюс 18 теңдіктің сол жағынан оң жағына қарама-қарсы таңбамен шықты. Енді 12-де 18-де 6-ға бөлінеді. Сонда 12-ні 6-ға бөлсек 2x болады, тең минус 18-ді 6-ға бөлсек минус 3. Сонда осы жерден x-ті табатын болсақ, минус 3-ті бөлеміз 2-ге. Ол минус 1,5-ке тең болады. Енді осы минус 2-ден 3-ті немесе минус 1,5-ті берілген теңдеудегі x-тің орнына қоюға болады. Сонда 12 көбейту минус 2-ден 3 қосу 18. Y тең 6 көбейту минус 3. Міне 12 менен 2 қысқарып кетті. 12-ні 2-ке бөлдік 6 болады. 2-ні 2-ке бөлсек 1 болады. Сонда минус 3-ті 1-ге бөлсек минус 3, немесе 6-ны минус 3-ке көбейтеміз. Жазып көрсетіп қойдым. Минус 18 қосу 18. Минус 18 бен 18 0 болады. Минус 18 қосу 18 0 болады. Сонда жауабы минус x-ке минус 1,5-ті берсек, функцияның мәні 0-ге айланады екен. Орнына қойып тексердік оны. Осы есептің 5-шісі y тең минус 12x қосу 18 функциясының мәні x-тің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең дейді. X-тің орнына қандай сан қойсақ, функция 0-ге айланады дейді. Тура жаңағы есеп сияқты y тең 0 деп қойдым мына жерге. Y тең 0 дегеніміз y-тің орнына 0-ді қоямыз деген сөз. Сонда минус 12x қосу 18 тең 0. Тура жаңағы алғашқы есеп сияқты минус 12-де 18-де 6-ға бөлінеді. Олай болса, минус 12x бөлу 6 қосу 18 бөлу 6 тең 0 деп аламыз. 12-ні 6-ға бөлсек 2x болады, қосу 18-ді 6-ға бөлсек 3 болады, теңін 0 деп, осы теңдерді шешеміз. Сонда бізде минус 2x тең минус 3, 2x тең 3 болады, 3-ті 2-ке бөлсек 1,5 болады. Енді осы x-тің орнына 1,5-ті қойыңдар, сонда 0-ге айлана ма дейді. Мынау есептің берілгенде минус 12x қосу 18 еді ғой, осының өзін мұнда қайтадан жазып алдым. X-тің орнына 1,5-ті қойдым, қосу 18. Сонда 12-ні 1,5-ке көбейтсек, минус 18 болады. 12-ні 1,5-ке көбейт дегеніміз 12-ні 1,5 есе арттыр деген сөз. 12-ні 1,5 есе арттыр деген сөз. 12-ге 12-нің жартысын қосыңдар деген сөз. 12-ге 12-нің жартысын қоссақ, 12 қосу 6 болады. 6 12-нің жартысы ғой. Сонда минус 18 шығып тұр. Қосу 18. Біз білеміз, 18-ден 18-ді алсақ 0 болатынын. Осылай шығарасыздар.